Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге пневмония белгілері, себебі емі туралы айтамын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Пневмония кең таралған ауру. Бұл жерде өкпе тіні зақымдалады. Өкпеде ауа алмасу процесі жүреді. Дем алған кезде организмға кислород кіріп, эритроцит гемоглобинмен бірге ауа организмге таралады. Содан кейін дем шығарғанда көмірқышқыл газы организмнен шығарылады. Пневмония кезінде осы альвеолалар зақымдалады. Зақымдалған жерге сұйықтық жиналады. Пневмонияның пайда болу себебі вирусты, бактериалды, кейде грибокты болуы мүмкін. Көбінесе бактериалды пневмония ауыр өтеді. Вирусты пневмония емделуі оңай және жеңіл өтеді. Бактериалды пневмония ауыр өту себебі иммунитеті тапшы адамдарда және қатты суықтағында пайда болады. Пневмонияның екі түрі бар: ауруханадан тыс және аурухана ішілік. Егер сіз үйде отырып, далаға қыдыруға шығып, қатты суықтап келсеңіз, бұл кезде пневмония пайда болса, бұл ауруханадан тыс пневмония болып саналады. Бұл аурухана ішілік пневмонияға қарағанда жеңілдеу болып табылады. Екінші аурухана ішілік пневмония. Бұл егер сіз ауруханада басқа аурумен емделіп жатсаңыз, сол жерде пневмония пайда болса, аурухана ішілік пневмония деп аталады. Себебі ауруханада инфекциялардың болуына байланысты, ал ол инфекциялар антибиотиктерге төзімді болып келеді. Сондықтан аурухана ішілік пневмонияны емдеу қиындау болады. Симптомы: дене қызуының 39 градусқа дейін жоғарылауы, температура кезінде науқаста дірілдеу, сандырақтау, бүкіл бұлшықеттердегі ауырсыну, әлсіздік. Ауырсынудан науқас өзін нашар сезінеді, тұруға да шамасы келмеуі мүмкін. Жөтел басында 1-2 күн болмай, 3-4 күндері дамуы мүмкін. Себебі бұл альвеола сұйықтыққа толғанда жөтел дамиды. Көп науқастар бастапқы кезеңде дәрігер өкпені тыңдады, бірақ сырыл жоқ деді. Сосын тағы тексерсем пневмония екен деп айтады. Себебі пневмонияда енді басталған сатысында өкпеде сырылдар естілмеуі мүмкін. Пневмония кезінде өкпенің бір сегменті зақымдалады. Сондықтан сол жерде ғана сырылы естілуі мүмкін. 3-4 күндері сырыл аускультацияда естіледі. Егер пневмонияға күмән болғанда міндетті түрде кеуде қуысына рентген жасау керек. Пневмония диагнозы нақты рентгенмен анықталып қойылатын диагноз. Қақырық анализін тексеруге де болады. Пневмонияның емі: бірінші төсектік режим, содан кейін интоксикацияны басу мақсатында сұйықтық көп ішу керек. Сұйықтық организммен токсиндерді шығарады және қақырықты түсіретін дәрілер қолданылады. Негізгі ем антибиотикотерапия. Антибиотиктер пенициллиндер, макролидтер, цефалоспориндер, яғни осы 3 топтың біреуі тағайындалынады. Антибиотик тағайындалғаннан кейін науқастың жағдайы жақсармаса, дене қызуы түспесе, 24 сағат ішінде немесе максимум 48 сағат ішінде жағдайы жақсармаса, онда басқа антибиотикке ауыстыру керек болып табылады. Пневмонияның алдын алу. Пневмонияның алдын алу үшін бірінші иммунитетті жоғарылату керек. Дәрумендер, жеміс-жидектерді көбірек қабылдау. Екінші, пневмонияға қарсы қауіп тобындағы 65 жастан асқандарға және балаларға екпе егіледі.